норвегтердің көпшілік үйлердің алдында мынандай қорапша тұрады. Ол қорапшаның ішінде не бар деп ойласақ, мынандай қыста мұз болғанда осыны жолға төсейді өздері. Осыны қысқыға дайындап қояды. Мынандай әр үйдің қасында. Мен ойлайтын едім құм ба деп. Мысалға өрт кезінде осындай құм керек қой. Сондай болар деп. Онымен жоқ. Осындай мынандай уақ тастар екен. Уақ тастар ол дейтін яғни қыс кезінде алады да төсей қояды аяғының астына, машинаның астына таймас үшін. Себебі қараңыздар, Норвегияның жері қандай ойлы қырлы.